Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зе Құлмет. Егер Зе Құлмет арнасына тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып, және осы видеоны достарыңызға таратып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер білмесеңіздер, менің Kiwi идентификация жасайтын командам бар. Ол команда менің Telegram каналымның закрепленный жерінде тұр. Сол себепті қазір сіздерге толыққанды осы жайлы ақпарат беретін боламын. Ал сіздерге басты ақпарат басқа адамдарға алданбас үшін осы видеоны аяғына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Ал біз кеттік. Достар, видеоны жалғастырмай тұрып сізге қысқаша жарнама ақпарат. Жақында маған жарнама бойынша біреу хабарласып, менімен кездесті, Алматыда осы кездесіп, маған осындай сыйлықтар беріп кетті. Міне, осындай криптовалютный токендер болып табылады, монеталар, әртүрлі монеталар. Осындай стеклода келеді, міне, уже стекло, и стеклосын былай ашасыздар, міне. Стеклоның ішінен осылай сувенирді алсаңыздар болады. Және осының коллекциясын жинасаңыздар болады. Өте жақсы бір сыйлық ретінде болады. Там достарыңызға мысалы сыйлық апарсаңыздар, сыйлықтың жанынан тағы осыны қосып берсеңіздер, тіпті жақсы. Там криптовалютамен айналысатын достарыңыз болса, тіпті жақсы бір сыйлық болып келеді. Енді бұны қалай заказ береміз, достар? Бұны заказ беру үшін арнайы интернет-магазин бар, ссылкасын астына қоятын боламын. Сол ссылкамен өтіп интернет-магазиннен заказ берсеңіздер болады. Онымен қоса менің оқырмандарыма арнап, арнайы 20% промокод бар. Тек қана алғашқы 20 адамға 20% промокод. Сіздер заказ берген кезде менің промокод Зе Құлмет деп айтасыздар. Зе Құлметтен келдім, немесе Зе Құлмет промокодын айтасыздар. Сол кезде сіздерге 20% бонус береді. Осылай сіздер Қазақстаннан кез келген жерінен заказ бере аласыздар. То есть доставка Қазақстан бойынша жүреді. Ал біз видеоны жалғастырамыз. Сонымен достар, қазір сіздер менің YouTube арнамда отырсыздар. Егер білмеген болсаңыздар, менің алдыңғы видеоларымда Kiwi идентификация жайлы видеом болатын. Міне қарап отырсаңыздар, бізде 11.000 просмотр, бірақ бұл жерде бір нюанс бар. Көп адамдар бұл видеоны аяғына дейін қарамай, одан кейін басқа адамдарға алданып жатыр. Ал енді ақылды адамдар, видеоны аяғына дейін қарайтын адамдар ешқандай алданбай, комментарийға түсіп, өздерінің жақсы отзывтарын жазып жатыр. Міне, от души рахмет, уважаю, рахмет деп, мына жақта Қазақстанда Kiwi офисте тоже сұрақтар қойып жатыр. Кстати, достар, осы сұраққа жауап бере салайын. Kiwi идентификация екі түрі бар. Біреуі рублевый счет жасау, екіншісі тенговый счет жасау, то есть теңгеде. Бірақ оқырмандарым көбінесе рублевый счетқа жасайды. Ал тенговый счетты сіздер өздеріңіз-ақ жасай аласыздар. Сіздер просто Kiwi мобильдік приложениеге кіресіздер, сол жақта там идентификация жасайтын несі бар, там теңгенің несін таңдайсыздар и өздеріңізде удостоверение болу керек. Сол удостоверение бойынша сіздер толыққанды там номер, удостоверение, аты жөндеріңіз, соның барлығын жасайсыздар. Примерно плюс-минус бір күн уақыт кетеді, бір күн уақытта олар тексереді. Егер барлығы дұрыс болса, сіздерде уже теңгенің идентификациясы жасалған болатын. Ал егер сіздер рублевый счет жасағыңыз келсе, ол үшін не істейсіздер? Ол үшін менің Telegram каналыма кіресіздер. Осы видеоның астында менде Telegram каналым тұр. Там Telegram канал және Telegram чат. Міне даже на видеоның астына көрсетсем болады. Мына жақта сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Міне осылай мен осы видеоның астына қоятын боламын. Telegram канал, Telegram блог, канал деп әртүрлі жазылады. И және Telegram чат. Чатта сіздер егер сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Бірақ көбінесе адамдарда сұрақтар туындамайды. Себебі мен қазір барлығын сіздерге по полочкам айтып өтетін боламын. Міне осылай ссылкаға кіресіздер. Кіргеннен кейін менің Telegram каналыма өткізеді сіздерді. Міне қараңыздар, сіздер менің Telegram каналыма кіргеннен кейін ең бірінші достар, ең бірінші закрепленныйға басасыздар. Егер сіздер закрепленный болмаса, каналға подписаться кнопкасын басасыздар да кішкене обновить етесіздер. То есть подписаться кнопкасын басып күте тұрасыздар. Там 1-2 секунд, может 5 секунд күтесіздер. То есть ни в коем случае чатқа жазбаңыздар. Маған идентификация керек, маған там көмек керек деген секілді. Идентификацияны сіздерге осы закрепленныйдағы адамдар жасайды. Себебі чатта сіздерді басқа адамдар алдап кетуі мүмкін. Сол себепті тек қана закрепленныйда тұрған адамдарға жазасыздар. Міне закрепленныйға бастық. Басқадан кейін бізде осы жер ашылады. Мен чаттың правиласы бар, оны бәрін оқып шығасыздар. Қайырымдылық қоры бар бізде тағы да. Одан кейін мына жерде біз сәл төмен түссеңіздер, қызмет көрсету деген бар. Ақылы, міне лимонның суреті тұрады, қызмет көрсету ақылы. Осы жерде 3 адам идентификация жасайды. Рублевый счетқа жасайды достар. Рублевый счетқа жасайды. Міне бірінші оқырманым, екінші оқырманым және үшінші оқырманым. Егер біреуі жазбай жатса, ештеңе кетпейді, басқасына жазыңыздар, немесе ол жазбай жатса, басқасына жазыңыздар. Бірақ оқырмандарым барлығына жауап береді. Мысалы, бірінші оқырманға басамын. Бірінші оқырман Нұрғиса деген жігіт, тоже сөйлесіп тұрамыз арасында. Екінші оқырманым Ғылым деген бала, қазір оқуына байланысты кішкене кірмей жүр. Сол себепті болғанда жазып сұрақ қойсаңыздар болады. Егер сіздерге жауап бермей жатса, онда просто осы екеуіне басасыздар. Одан кейін үшінші оқырманын тоже үстінен басасыздар да и жазасыздар, маған Kiwi идентификация керек деп. И в принципе болды достар. Осы үшеуіне жазасыздар, қайсы ответ береді, қайсы ертерек ответ береді, соған өздеріңіз Kiwi идентификация рублевый счетқа жасайсыздар. Достар, сіздерге ең басты ақпарат, идентификация керек деп чатқа жазбаңыздар. Чатта біз тек қана там басқа да пайдалы ақпараттар бөлісеміз, там білмейтін заттарымызды сұраймыз, бірақ
нақты Kiwi бойынша чатқа жазбаңыздар. Kiwi бойынша бағана көрсеткен закрепленныйдағы 3 адам ғана жасайды. 3 адам. YouTube-тың астында комментарий болсын, там чаттағы комментарий болсын, ешқайда жазбаңыздар. Маған Kiwi идентификация керек деп. Чисто закрепленныйдағы адамдарға жазыңыз, болды. 3 адам ғана жасайды, қалғандары өтірік қалай достар. Сіздерге біреу жазып жатса, мен жасаймын, мен саған бесплатно жасап берейін деп, ешкімге доступ бермеңіздер, ешкімге алданбаңыздар. Только мен айтқан закрепленныйдағы адамдарға Kiwi идентификация жасаңыздар достар. Міне закрепленный мына жерде тұрады. Маңызды ақпарат дәл үстінде тұрады. Яқта Зе Құлымбет деген менің аты жөнім тұрады, және астында тұрады, дәл тіркеліп тұрады закрепленный. Все. Осы деген закрепленный деген сөз осы. Осыған басасыздар, все. Ешқандай қиындығы жоқ. Онымен қоса достар, егер сіздер криптовалютамен қызықсаңыздар, яқта крипто биржалардың тізімдері бар. Міне Binance, Huobi, Bybit, Currents, KuCoin. Одан кейін фондовый рынокпен қызықсаңыздар, фондовый рынокта Freedom Finance регистрация, дивиденд төлейтін компаниялар тізімі, одан кейін актуальды схемалар, қазіргі істеп тұрған схемалар, то есть Celsius кошелекке кіріп $400 толтырып, там 30 күннен кейін сіздер $90 халява аласыздар. То есть просто халява $90 қалай табу керектігін сіздерге көрсеткен болатынмын. Осындай схемаларды мен осы жерге шығарып отырамын, актуальды схемалар деп аталады. Міне халық банктен 20 тегін акция қалай алсақ болады. CoinGecko'да конфета жинаймыз, ол конфетаны біз NFT аламыз. KuCoin'да тоже конфета жинаймыз, бонустар аламыз. CoinList'ке қатысамыз, регистрация платформа, міне топ обменниктер, топ крипто сақтау орны, бұның барлығы менде закрепленный тұрады. Онымен қоса бұл обновление жасап отырады, там может айына бір рет мен жақта толтырып отырамын пайдалы ақпараттармен. Міне принципе осылай. Осы жерде сіздер өздеріңіздің Kiwi жасайтын адамдарыңыздар жазсаңыздар болады. Сонымен достар, егер қосымша сұрақтарыңыз туындап жатса, онда осы видеоның астына түсіп, комментарийға өздеріңіз сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Егер сіздер командама жазып Kiwi идентификация жасап болсаңыздар, онда осы видеоның астына түсіп, комментарийға жақсы отзывтарыңызды қалдырыңыздар. Мен аты қуанамын. Сол себепті достар, сіздермен болған мен Зе Құлымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.